Жазда да ермеген қалай екен, Олов? Арманыма жеттім ғой, Анна. Шіркін уақытты тоқтатып қой алсам ғой. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан. Не дейсің? Кешір, өскен сайын ақын болып барам. Айтпақшы, сен үлкенсің ғой, айтшы, мына өмірдің өткені сені қорқытпай ма? Жоқ. Рас па? Беу, қашан сенің жасыңа жетіп шал болар екем, сонда ештеңені алаңдамас едім. Мәселе жасты емес. Менің уайымсыз жүргенім, қасымда сен барсың. Эльза, Кристоф пен Свен. Мен шын бақыттымын. Енді жалғызсырамайтын болдым. Табуға шақ қалыппыз ғой. Бара ғой, Олов, сенің кезегің. Жақсы. Оқи алатын сөз болса екен, шіркін. Блиц кезең, жігіттер қыздарға қарсы. Жарайды, мен дайынмын, кеттік. Баста. Мүйіз тұмсық. Балмыздар. Қамал. Окен. Шайнек. Тышқан. О, Эльза! Олов дене мүшелерін ауыстырмау керек. Кітап оқыған кім? Ол мен, жақсы. Айтпақшы, су есте сақтай алады. Нақты факт, көбісі менімен келіспеуі мүмкін, бірақ бұл шындық. Айтпақшы, ер адамдан найзағай 6 есе көп соғатын білесің бе? Айтпақшы, горилла қуанғанда кекіреді. Айтпақшы, көз күніне 4 миллион рет жыпылтайды. Айтпақшы, бомбаттың боғы 4 бұрышты. Ал ұзақ сапарда ұйықтамасаң, жынданып кететінді білесің бе? Қойшы өтір қой. Рас. Ол шынымен рас. Жарайды, бір ауыздан айттыңдар ғой. Бірақ үйге барған соң бұл деректі тексерем. Анна? Эльза? Свен? Салима? Ондай танысымдар жоқ, қайдағы Салима? Бәрі дұрыс. Не бәле? Салима? Бір сұрақ қояйыншы. Сендер өскен сайын ақыл ойларың да өсе береді ғой. Соның барлығын қалай игеріп жүрсіңдер? Тамаша! Жастармен сөйлескенге не жетсін, шіркін. Болашағымыз үшін алаңдамайын. Жоқ, аузыңа салма. Аяғымен не басқанымды Құдай біледі. Біреуін ғана әндетсеңдер қайтеді? Келісем, мынаның дауысы онша емес екен. Ей, тентек келді. Анна, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Айта ғой. Аққала жасағың келе ме? Не? Құдайға шүкір, су ештеңені ұмытпай. Анна? Эльза? Кристоф пен Свен? Бәрі қайтып келіпсіңдер. Жақсылықпен біткен қандай жақсы. Осымен бәрі бітті ғой. Әлде ажалмен арпалысып күні түні ойнап күліп жүре береміз бе дағы? Жоқ, осымен болды.